Бұл дорама туралы неге ешкім айтпайды? Бұл «Рожденные вновь» дорамасы. Өткен өмір. Мұндай дүниелер шынайы өмірде бар ма, немесе бұл жай миф пе? Егер солай болса, біз бұрынғы жолды қайталаймыз ба? Жаман адам жақсы бола ала ма? Біз әлде қашан берген уәдемізді орындай аламыз ба? Біз тіпті танымайтын біреуді сағынамыз ба? Үш адамның өмірі 1980 жылдар басталып, олар қайтадан туылғаннан кейін біздің уақытта да жалғасуда. Конжи Чоль, детектив Чах Йон Бин және кітап дүкенінің иесі Чон Ха Инның тағдыры 1980 жылдармен тығыз байланысты болды. Олардың өмірі 30 жылдан астам уақыт бұрын аяқталды. Қазір Чон Чон Бо медициналық университетінің студенті, прокурор Ким Су Хёк және астрология мұғалімі Чон Са Бин бір-біріне бейтаныс адамдар. Бірақ олар қайтадан кездесті. Неге? Оны дорамадан көре аласыздар. Дорама 2020 жылы шыққан еді. Басты рөлдерде Чан Ки Йон, Ли Су Хёк және Чин Сы Йон. Дорамадағы бас кейіпкер қыз мен ойлаған адамға қосылады деп ойлаған едім. Өкінішке орай болған емес. Екінші жігітке қосылды. Осы екі жігіттің ішінде қыз қайсымен көбірек жарасады, оны дорамадан көре аласыз.